қазір түскі уақыт болып қалды. Мен дәмдеп біраз дайындайын деп жатырмын. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Мен міне ұн дайындап алдым. Оған беттей ғана майонез араластырып, тұзын салып алайын. Болды. Енді осыны аса қатты қып та емес, аса жұмсақ қып та емес, орташа қып нанды илеп аламыз. Кішкене бұрыш қосайын. Тұз қоспай-ақ қоямын. Ал енді нанымызды жаяйық. Мен жаймен наным дайын болды. Енді жаңағы туралған сарымсағымызды қосып, майымызды қыздырып жатырмыз. Қазір шелпектерімізді соған пісіретін боламыз. Құрметті менің көрермендерім, міне әп-сәтте жұмысшымыз қазір жұмыстан келеді. Екіншісі менге баламыз барады. 20 минуттың арасында мен осындай дәмді шелпекті пісірдім. Міне арасына 2 сарымсақ, 1 көк сарымсақ қостым. Енді міне жұмсақ, керемет дәмді. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп. Бұны қазір ыстық тамақтың қасына жесеңіздер де болады. Лайнан жесеңіздер де болады. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп. Дәмі жақсы екен. Сіздер де осылай жасасаңыздар болады. Бұның рецептісін менің сіңілім бар, Қапшағайда тұрады, Айжан Әлбекова.
сол кісі маған өткенде айтады, Ардақ, сен осы рецептімен пісірші деп. Мен енді бұны да алдында да пісіріп жүретінмін, бірақ мен майонез қоспайтынмын. Бүгін майонез қостым. Тура осы рецептімен 2 сарымсақ, 2 кішкене ұн, 2 кішкене кесишкамен, одан кейін тұз бар болғаны осы ғана. Не осындай дәмді етіп, жұмсақ етіп, түскі астарыңызға сарымсақовый шелпек пісіріңіздер. Сіздермен бірге болған Әдеттегідей Ардақ Әлбековна. Сау, саламатта болыңыздар.